Қыздар, уәде етілген уйгурская самсаның рецептімен бөлісетін болам. Дәл мен берген рецептпен жасайтын болсаңыздар, самсаларыңыз 100% өте дәмді шығады. Ол үшін ең алдыменен бір ыдысымызға су, жұмыртқа, тұз, шекеріміздің барлығын салып араластырып қоямыз. Тартылған ұнның үстінен жұмсақ сармайымызды салып, крошка жасаймыз, яғни екеуін жақсылап біріктіреміз. Асықпай бір-біріне біріктіріп шығамыз. Төменгі описанияға міндетті түрде граммдарын жазып кетем, ерінбей таразға тартып істесеңіздер өте тамаша шығады. Осылайша үстінен дайын жұмыртқа араласқан суымызды қойып, біріктіріп, асықпай қолға жабыспайтын әп-әдемі қамыр жасаймыз. Қамырымызды алып, пакетке салып, морозильникке 1 сағатқа қойып қоямыз. Біздің қамырымыз, тестамыз дайын болғанға дейін арасына салатын заттарымызды дайындаймыз. Яғни сіз арасына не салғыңыз келеді? Картошка салғыңыз келе ме? Фарш салғыңыз келе ме? Ет салғыңыз келе ме? Өзіңіздің қалағаныңызша жасайсыз. Мен фарш пен картошка, пиязды араластырып салдым. Осы орайда тұздық ретінде карри тұздығын қолдансаңыздар, өте күшті, дәмді болып шығады. Арасына тұз салып, жақсылап араластырдым. Қамырымды морозильниктен шығарып, осылайша домалақ етіп бөліктерге бөліп алам. Әр бөлікті 30 граммнан есептестер. Ерінбей таразға тартсаңыздар да болады. Мен көз мөлшермен шамалап жасадым. Шамамен 35 штук шығады самсаларыңыз. Егер де сізге 70 штук самса қажет болса, дәл осы продуктын 2-ге көбейтіп жасайсыздар. Қамырымызды дөп-дөңгелек етіп, әп-әдемі етіп, 2 шетін ұнға батырып, жақсылап жайып аламыз. Видеода көрсетілгендей әдемілеп осылай түйіп шығасыздар. Міндетті түрде уйгурский самсаның жасалу жолы оның осындай түйуінде ерекшелігі. Осы орайда духовкаларыңызды 175 градусқа қыздырып қойып, дайындап қоясыздар. Самсаларыңызды түйіп болғанша духовкаларыңыз қызып тұрады. Бетіне жұмыртқа жағып, қаласаңыздар күнжіт себесіздер. Мен үйде күнжіт болмағандықтан осылайша мак сеудім. Осыларды сеуіп, әдемілеп, қызып тұрған пештеріңізге қойып пісіріп аласыздар. Қонақ келген кезде дастархандарыңызға қойыңыздар. Алда жаңа жыл мерекесі келе жатыр. Соған демалыс күндері балдарыңызға жасап берсеңіздер болады. Дәмі өте ерекше, сочный болып шығады. Менің рецептіме жасап, маған лайк басып, комментария жазып, қолдап қойыңыздар. Сіздермен болған Данагүл. Алда өте қызық рецепттермен бөлісем.